Алдымен Алла Тағалаға рахматысы осы жолдың оң сапарын беріп, екіншіден Әдекеңе рахмет, қаражатын тауып берді. Өйткені қаражат болғанда ол жерде машина жалдау керек еді. Машина болғанда анау машиналар жүре алмайды. Оған кәдімгідей 6 кредит артатын машина сол ғана жүреді екен. Енді біздің ауылда барғанда сол Жезқазғанда Сағындық Қожамсейіт деген азамат, сосын Бағдат деген азамат екеуі күтіп алып, сол машинаның бәрін келісіп қойған екен. Ұйымдастырып, сол бара салысымен мен қалай түстім Жезқазғанға, сол кезде біз аны Бетпақталаға тарттық. Бетпақталаға тартқанда Жезқазғаннан 130 километр Қызылордаға жүрген кезде солға қарай жол кетеді екен, грейдер. Сонымен Қарақойын деген бір ауылға барып, сол ауылдан біздің іздегеніміз аңшы Сандыбайұлы Жолдыбай деген ақсақалды іздедік. Өйткені сол жолды тауып, жолдың таңбалы тастың жатқан жерін күресін бәрін біледі. Тек қана сол кісі. Барсақ, ол кісі Жезқазғанда ауруханада жатыр екен, көзі ауырып, операцияда. Соның әкесінің баласы Төлебайды қолдағыш екен, соны көндіріп, ол айтыр, аға мен ол жерге барған жоқ едім. Бірақ дейді, егер анау сол жерде Шұбар теңіз деген көл бар дейді. Ені 1,5-2 шақырым, ұзындығы 27-28 шақырым. Сол Шұбар теңізді тапса, мен сол маңайдан жоғалып болса да мен сіздерге тауып береді деп айтқасын. Шұбар теңіздегі ғақиға түсті, ғақиға түскенде әппақ екен беті, тұз. Ешқандай өсімдік ештеңе өспейді. Сол жердегі теңіздің қасына барғасын, Шұбар теңіз дейді ғой, көл ғой, тұзды. Содан әлгі жігіттер іздеп жүріп, таңбалы тас тауып алдық. Таңбалы тас дегеніміз үш бұлай үшті ұзынша келген сорпақша тас екен, лайзаға ұқсайды. Ет бетіне жатыр екен, екі бөлініп кетіпті. Өйткені геологтар сол маңайдан уран кенін іздеп, сыр жасағанда әлгі тас екі беттен түсіп, сол екі бөлініп жатыр екен. Әлгі жерде жатты, әлгі тасты көріп. Сон екен, тастың енді үстінде жобалау бойынша құстың қанаты сияқты бұлай бір екпет тас жатыр екен. Тастың үстінде толақын таптыр тасты. Маңайының бәрі тасқа шашылып жатыр. Сыныша кәдімгі суреттерін көрсеттім. Көп тастардың бетінде жазылған ескі шағатай жазулар бәрі сынып, қирап сол маңайда шашылып жатыр. Оны да көрсеттім. Үрлеме осы күйінде бұны бұлай бетіне қаратып, енді бетінде несі бар ғана, жерде жатқан жерінде жазулар бар ғой. Солай қаратып, бұны дейді, біз дейді, немен құйып тастасақ дейді. Шыныға құйып тастасақ, өмірге құйып болады. Ал енді қасына дейді, ақ мұрамырдан, мәрмәр тастан, ана жазудағы, тастақ жазудың бәрі сол бетіне көсіріп, 7 метрлік, енді біздің санымыз 7, ол өте киелі сан ғой, 7 метрлік ақ мәрмәр тастан қойып, соның бетінде ана таңға тұрып, сол жерде тұрса дейді. Ергілікті кісілер айтады, Жезқазғанда, ақсақалармен кездескенде. Сол енді әр жерді белгілеп, картаға түскендей болып қайттық. Біраз болдық маңайында деген сияқты. Ал енді бұлай Бетпақталаны көп кісі ойлайды, бір жақтан бір әге Бетпақтала болғанда бір саз, балшық, жарылып кеткен сондай ғой деп олай емес екен. Көк кәдімгі теңіздің толқынындай өсімдік атауы сол жерде. Ең малды жаятында, малды да асырап сақтайтын жер сол жер. Неге ол жердің олай құлазып жатқанын мен енді білмедім. Өйткені өйдеп айтып отырғаным, мына кеңестер кезінде ол жерде қалған шопандардың бұрынғы су жинайтын бетоннан жасалған құдықтары бар екен, үйлері бар екен, қирап қалған. Сондықтан да ол жер нәғыз мал жаюға, мал өсіруге қолайлы. Енді жаңағы тас жатқан жердің төменгі жағында, сайдың табанында Тасбұлақ деген бұлақ болған екен, баяғыда. Кузнецовтардың жазу бойынша экспедиция болған, Кузнецов деген болған. Солардың айтуы бойынша. Тастың Кузнецов 1895 жылы 95-тен кейін, 97 жылда, 97-97 жылда. Мұнда жазылып, 1895 жылы ақмолалық әскери дәрігер Кузнецовтың Бетпақталадағы таңбалы тас барған Атбасар уезінің тілмәш Қасенбек Қожин деген өзіміздің азамат, соны аударғанда сол кісі. Айтайын дегені мен дән жерде жалғыз ғана таңбалы тас емес, көптеген тастардың бетінде кәдімгідей беделі сына жазулар бар. Оны ешкім тексерілмеген, олар шашылып жатыр. Біздің тарихымыз сол тастардың бетінде солай шашылып, қирап, солай жатыр.
Енді сосын ол жерде қорымдар бар екен. Қорым болғанда оның да суретін көрсеттім. Қорым жасалынады екен, кәдімгі баялыш бар ғой, баялыш. Ол өзі шірімейді екен. Ешқандай суға да, ештеңеде күнге де күймейді екен. Соны таспен, құммен араластырып салған қорым бар. Пантеон дейді ғой. Сол қорымның астында кім жатқаны, қандай, қан жатыр ма, қара жатыр ма, оны ешкім білмейді. Ал бірақ қасында бір-екі кішкентай ғана сондай қорым жатыр екен, оның бетінде таста кәдімгідей өзі мынау немен сақ жазумен жазылған жазу бар. Оны арабша дейді, бірақ мен енді ойладым, сақ жазу қойды. Ал енді соны қалған қазір суреттерінде бәрін сіздерге айтып отырмын, анандай бір сынып жатыр бәрі. Көрдіңіз бе? Анау арқысындағы төре, анау деген ол әлгі вандалдардың жақсылығы. Біраз мағлұмат жинап алғанда, соны енді қысқаша ғана жазып едім сіздерге. Бұл тастың не екенін сіздерге оқып шығайын мен. Бұл қалай ғалымдар тексерген, бірақ нәтті тексергенде оны өне жеткен ешкім. Міне Қарағанды облысы Жезқазған ауданында Сарысу өзенінің төменгі жағы саласында, осы жерден шығысқа қарай 20 шақырым жерде Шұбар теңіз көлінің жағасында Тастыбақ бастауының Таңбалының сайының Қызарқабағына орналасқан табиғи меже тасқа қазақ ұлтының құрамына кіретін бүкіл жүздің рулардың таңбасы басылған. 50-ден астам. Халқымыздан келе жатқан аңыз өсиет бойынша осы жерде Тастыбақ бастауының қасында қазақ тайпаларының ұлттың атына қазақ деп атау берген ең бірінші кеңесі өтіп, оның нәтижесі таңбалы тасқа қашалып жазылған екен. Бетпақ даланың Сарыарқаға ас тасатын тұсында болған қалың нөпір жиынның да, ондағы 300-ге бөлінудің де әр жүзге енетін рулардың анықталуының нәтижесі қазаққа өз мемлекетінің іргетасын қалау керек еді. Себебі осы. Енді Евразиялық сахнаға қазақ елі деген жаңа этностық құрылым шықты. 1895 жылы ақмолалық әскери дәрігер Кузнецовты Бетпақ далада таңбалы тас келтіріп әкелген Атбасар уезінің тілмәші Қасымбек Қожин. Олар тастың бетінен 50-ден аса қазақ руларының таңбаларының көшірмесін суретке түсіріп алған. Ал енді осы сурет жөнінде айтайын дегенім, қаражат болмай Семейге бара алмадық. Бұл сурет Семейдің мұражайында сақтаулы екен. Жаңа таңбалы тастың суреті. Таңбалы тастың бетіндегі ескі шағатай жазуларын тілмәш Бекқожин осы тілден ұрып көргенде Қаранайман, Алшын, Арғын, Қаракесек, Қойсын енді қазір ешін дейді ғой, Қойсын. Табын Молла Қаршыға, Құдай қолдасын, олар алтау деп жазылған екен. Академик Марғұлан осы 6 ру аттарын 6 алаш одағымен байланыстырған екен. Ол кісінің пікірі бойынша ұлы жүзден Қойсын үшін, орта жүзден Арғын, кіші жүзден Табын болып, 6 алаш елінің мемлекетінің алғаш іргетасын қалаған. Таңбалы тастың бетіне 1218 жылда, әріректе 178 жыл мен 1601 жылдарды көрсететін қашалған сандар тұр. Ол суретте көрсетем. Соңғы уақытқа дейін бәрінің айтып келгені 1710 жылы қазақтың құрылтайы осы таңбалы тастың маңайында өтті деген еді. Ал бірақ енді оны кейінгі кезде мынау ғалымдарды тексеріп келу бойынша, анау суреттемені күресі бары енді табиғаттың суреті бойынша келгенде ол сол жерден Арал теңізіне қарай жақын жерге құрылтай өткен екен. Табы жерден емес екен. Енді бұрынғысы жазылушы мына жерде өткен. Соңғы ғалымдарды тексеру бойынша құрылтай Арман қарай өткен, Арал теңізіне қарай өткен. Академик Марғұлан таңбалы тастың тарихын Оғыз, Қыпшақ, Ақ Орда дәуірімен байланыстырған. 1950 жылдар осы жерлерде болған Марғұлан өз зерттеулерін жариялап үлгермеген. Мүмкін шығар да оның несін жазып кеткен еңбектері бірақ әлі шыққан жоқ. Әлекеңнің айтуы бойынша таңбалы таста Ақ Орданың атақты хандары Орыс хан, Құйыршық хан, Барақ хан аттарын табуға болады. Және тағы басқа да. Ал енді қазір қалай табуға болады? Ана жерде тастар болса анандай болып шашылған. Жартастағы жазуларды көруге Әлекеңнің айтуынша Қыпшақ қазақ тілінде жазылған. Ру таңбаларының ішінде Оғызға қатыстылары да бар. Таңбалы тас ескерткіші пайда болуына Белең ана, Алатағы сияқты орта ғасырлық хандар резиденцияларының таяу болуы тікелей себеп деп атап көрсетеді Марғұлан. Қазақ этносының қазып тұрған жері осы таңбалы мұра, оған куә таңбалы тас. Бүкіл түркі дүниесі үшін күлтегін, толы көк, бірге қаған жазулары қандай құнды болса, қазақ елі үшін таңбалы да сондай құнды. Біздің елдік тарихымыздың белгісі таңбалы тас. Жезқазғанның тұрғындары Бағдат Базентаев, археолог Исқақов, Айдар Ақын Қуаныш Мұқтай 2009 жылдың 20 мамыр айында сол таңбалы тасты іздеп, тауып суретке түсіріп қайтқан деп жазылған, оның ішінде мен болдым.